келе жатыр. Адал азамат, адал табыс деген. Адал азамат, адал ұрпақ деген бір естіде. Сол адал ұрпақ деген сіздер. Адал табыс деген жаңағы еңбек етіп адалдыққа қарай тәрбиелесең, болашақта адал қызмет жасайсың да, жұмысқа тұрған. Сендер адал қызмет жасасаңдар, біздің Қазақстан елі міндетті түрде дамиды. Енді білесіздер, адал ұрпақ, адал азамат, сендер біздің еліміздің болашағы араларында отырып, бір директор, бір әкім, бір министр отырған шығар, кім біледі, білмеймін, әп-сәтте. Сондықтан да қазірден бастап өз-өздерін соған бағыттап, миға құйып, сол адал ұрпақ, болашақта адал жұмыс жасайтын адал адам болып, адал табыс жасай білсең, өз берекесін береді. Әрбір істеріне берекесін береді. Кей кездерде мысалға мектептің давайте біз парламент мысалы, әкелеріміз шақырып бір не ашайық.